Сәлем, 6 сыныптың математикасы 951 есепті шығаратын боламыз. Бұл жерде теңсіздікті шешіңдер дейді. Біріншісі 5y плюс 9 кіші немесе тең болу керек 3 азайту 7y-тен. Біздің мақсатымыз мына теңсіздік белгісінің сол жақ бөлігіне y-терді жинақтап алу, ал оң жақ бөлігіне тек сандарды ғана жинақтап алу. Сондықтан мына жақта 5y-тің өзін жазамда, мынау минус 7y дегенді плюс 7y деп өткізіп аламын. Кіші немесе тең 3 азайту 9. Міне, осы жер түсінікті болса, ары қарай оп-оңай болады. 5 пен 7-ні қосамыз 12y, кіші немесе тең 3-тен 9 азайтсақ минус 6. Y-ті табу үшін минус 6-ны 12-ге бөлеміз. Сонда y кіші немесе тең болады минус 2-ден 1-ден. 2-ге 6-ға қысқартып жіберетін болсақ, осылай қалады. Екіншісі 3x қосу 1 кіші немесе тең 4x азайту 5-тен. Тура бірінші есеп сияқты x барларды теңсіздіктің сол жақ бөлігіне өткізіп аламыз. 3x азайту 4x болады. Сосын минус 5, минус 1 болады. 3x-тен 4x азайтсақ минус 1x қалады тағына. Минус 5, минус 1, минус 6 береді. Ал енді екі жағында да минус 1-ге бөліп жіберетін болсақ, теңсіздік белгісі өзгереді. Болды, жауап шықты. Үшінші. 4-тен 1 азайту 3-тен y үлкен болу керек немесе тең болу керек 3-тен 1 азайту y-тен. Ең бірінші бұл жерде ортақ бөлімге келтіріп барып бөлімдерді тастап кете салуға болады. 4, 3, 3-тің ортақ бөлімі, яғни үшеуіне де ортақ еселік бізде 12-ге тең. Сонда мына жерге 3-тен береміз, мына жерге 4-тен береміз, мына жерге 4-тен, ал мына жерге 12-ден. Сөйтіп бөлімі тастауға болады. Енді көбейтіп шығайық. Осы мына төбесінде тапқан сандарымыз олар толықтауыш көбейткіштер деп аталады. Осы толықтауыш көбейткіштерді әрқайсының бөлшектің алымындағы өрнекке немесе санға көбейтіп шығамыз. 3 пен 1-дің көбейтіндісі 3, азайту 4 пен y-ті көбейтеміз 4y, үлкен немесе тең болады 4 пен 1-дің көбейтіндісі 4, 12-ні y-ге көбейтсек минус 12y. Енді y-терді жинақтаймыз. Минус 4y қосу 12y, үлкен немесе тең 4 азайту 3-тен. Минус 4 плюс 12 бізде 8y-ті береді. 4-тен 3 азайтсақ 1-ді береді. Y үлкен немесе тең болу керек 1 бөлу 8-ден. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырып отырамыз. Келесі төртіншісі. Төртіншісі 6 азайту 5y үлкен 3y азайту 2-ден. Y-ті қалдырамыз. Минус 5y минус 3y үлкен минус 2 минус 6-дан. Минус 5 минус 3 минус 8y болады. Минус 2 минус 6 минус 8 болады. Екі жақты минус 8-ге бөліп жіберетін болсақ, бізде не қалады? Мына теңсіздік белгі өзгереді. Y кіші болады 1-ден. Болды. Келесі бесіншісі. 3 азайту 7y үлкен, 5y азайту 3-тен. Минус 7y минус 5y үлкен болады, минус 3 минус 3-тен. Минус 7 минус 5 минус 12y болады, үлкен болады, минус 3 минус 3 минус 6 береді. Екі жақ бөлігінде де минус бар, сондықтан минус 12-ге бөлген кезде бізде теңсіздік белгі өзгереді. 6-ны 12-ге бөлу деген сияқты. Минус 6 минус 12-ге бөлу деген сияқты. Сонда y кіші болады, бұл жерде 2-ден 1-ден. Немесе 0,5 деп жазсаңыздар да болады. Келесі алтыншысы. X бөлу 6 плюс 2-ден 1 үлкен болу керек x азайту 3-ден 1-ден. Ортақ бөлімге келтіреміз. 6, 2, 3-тің ортақ еселігі бізде 6-ға тең. Сонда мына жерге 1-ден, мына жерге 3-ден, мына жерге 6-дан, мына жерге 2-ден беремді. Толықтауыш көбейткіштерді көбейтіп шығам. 1 мен x-ті көбейтсек x болады. 3 пен 1-дің көбейтіндісі 3 болады. Үлкен 6x азайту 2. Енді x-терді жинақтаймыз. X азайту 6x минус 2 минус 3. X-тен 6x азайтсақ минус 5x болады. Минус 2 минус 3 минус 5-ті береді. Екі жақ бөлігінде де минус 5-ге бөліп жіберетін болсақ, онда x кіші болады 1-ден. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырып отырамыз. Онлайн дайындық курстары бойынша мына WhatsApp нөмірге жазсаңыздар болады. Келесі бізде 952-ші есеп. Есептің шарты теңсіздікті шешіңдер дейді. Яғни біріншісін бастайық. Өте оп-оңай есеп, түрі қорқынышты болғанымен. Үлкен 8 қосу u. Енді қараңыздар, бұл жерде егер жақша болатын болса, ең алдымен біз жақшаларды ашып алуымыз керек. Бізге оңай болады сол кезде есептеу. Минус 2-ні оға көбейтеміз, минус 2-ні минус 1-ге көбейтеміз. Осылай ашайық. Алдындағы таңбасымен қосып сөйлейік. Минус 2-ні оға көбейтеміз, минус 2u. Минус 2-ні минус 1-ге көбейтсек, плюс 2 болады. 8 плюс u. Енді ары қарай уларды бір жаққа жинақтаймыз, сандарды теңсіздіктің екі жақ бөлігіне жинақтаймыз. Сонда минус 2u жазып алдық. Мына u-ды өткіземіз, минус u. Так, 8 минус 3 минус 2. Минус 2 минус 1 бізде минус 3-ті береді. 8-ден 3-ті азайтсақ 5, 5-ден 2-ні азайтсақ 3. Екі жақ бөлігінде минус 3-ге бөліп жіберетін болсақ, мына теңсіздік белгі өзгереді. U кіші болады минус 1-ден.
Келесі екіншісі. 5u плюс 2 плюс 14 кіші 6 азайту u. Жақшаларды ашып шығам. 5u мынаны көбейтем. 5 пен плюс 2-ні көбейтем. Плюс 10 плюс 14 кіші 6 азайту u. Так, оларды жинақтаймын. 5u. Бірінші мына жерді ықшамдап алайықшы, оңай болу үшін. 10 мен 14-тің қосындысы 24. 6 азайту u. Оларды жинақтаймыз. 5u плюс u 6 азайту 24. 5uға u'ды қоссақ 6u болады. 6-тан 24 азайтсақ минус 18 береді. Сонда u бізді табу үшін минус 18-ді 6-ға бөлеміз, минус 3 болады. 4-тен 1, 3 қосу 8u, үлкен немесе тең 6,25 плюс u. Енді қараңыздар, бірінші 4-тен 1-ді 3-ге көбейтетін болсақ 4-тен 3 болады. Оны 10-дық бөлшекке келтіретін болсақ 0,175 болады. Плюс, мына жерде 8u мен 4-тен 1-ге көбейтетін болсақ, 8 бен 4 қысқарады, мына жерде 2 қалады. Ол 2-ні 1-ге көбейтетін болсақ 2u болады. Міне, бірден осылай ықшамдап ашып кеттім. Ары қарай өзін жазам 6,125 плюс u. Енді оларды жинақтаймыз. 2u минус u үлкен немесе тең 6,125 минус 0,175. Осылай тиімді әдіспен шығаруға болады есептерді. Сонда 2u'дан u'ды азайтатын болсақ u болады тағына, 6,125-тен 0,75-ті азайтатын болсақ 5,5 болады. Келесі төртіншісі. 4u плюс 3 кіші 3u плюс 2. Жақшаны ашам. 4u плюс 12 3u плюс 6. Яғни түсініп атырық, мына 3-ті 2-ге көбейттік 6 шықты, мына 3u, мына жерде 4 пен 3-ні көбейттісі 12 шықты. Ары қарай ықшамдаймыз. 4u азайту 3u кіші, мына 6-ны жазып алам. Енді мына плюс 12 деген минус 12 деп өткізіп алам. 4u'дан 3u'ны азайтсақ 1u қалады, кіші 6-тан 12-ні азайтамыз, минус 6 болады. Бесіншісі. 3, 2u плюс 1 үлкен немесе тең 5u азайту 1-ден. Жақшаларды ашам. 3 пен 2u'ды көбейтем 6u плюс 3 пен 1-ді көбейтем 3. 5 пен 10-ны көбейтем 5u, минус 1-ді көбейтсек минус 5. Енді жинақтаймыз. 6u азайту 5u деп өткізіп алам. Тең, мына жақта не қалды? Үлкен немесе тең. Мына жерде минус 5, и мына жақта минус плюс 3 дегенді минус 3 деп өткізіп алам. Сонда 6u'дан 5u'ды азайтсақ 1u қалады. Минус 5 минус 3 минус 8-ді береді. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырып отырайық, бірден мен жауап берем. Келесі. 5-тен 3, 5u азайту 3-тен 2, u плюс 7,6. Мына жерде 5-тен 3-ке 5-ті көбейтетін болсақ, 5 пен 5 қысқарып кетеді, мына жерде 3 қана қалады. 3u деп жазам. Мына жерде 3 пен 3 қысқарып кетеді, не қалды? 5-тен 2 деген қалады. 5-тен 2 бізде 10-дық бөлшекке айналдырсақ 10-нан 4 болады. Сонда 0,4 деп жазып кетуіме болады бірден. Кіші u плюс 7,6. Ары қарай 3u азайту u кіші 7,6 плюс 0,4 болады. 3u'дан u'ды азайтатын болсақ 2u болады. Кіші 7,6-ға 0,4-ті қосамыз, онда 8 болады. Сонда u кіші 4-тен деген жауапты алады. Егер осы есептер бойынша сұрақтар болатын болса, комментарийге қалдырып отырамыз, қай жерінде түсініксіз болып қалды. Егер онлайн дайындық курсы керек болатын болса, мына номердегі WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мен сіздерге жауап беремін. Келесі сабақтарда кездескенше.